Сәлеметсіздер ме, баршаңызға менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қыздың жасауына қандай заттарды қосуға болмайтынын айтатын боламын. Қыз баланың жасауы ата-ананың перзенті алдындағы міндеттерінің бірі. Бірі қыз жасауын туғаннан жинаса, енді бірі той болар қарсаңында жақын туыстармен бірігіп жинайды. Ертеде жасауға дайындықты қыздың кішкентай кезінен бастаған. Жасауды апарар алдында тыңғылықты дайындық жасалған. Қыз жасауы әулеттің жағдайына қарай әртүрлі болған. Бұрындары жасауда қыздың көрпе жастығы, киімі, ыдыс аяғынан бөлек тон, ішік, шапан, камзол салынатын болған. Жасаудың мөлшері екі жақтың келісім арқылы әртүрлі болған және жігіт жағынан берілетін қалың малға пара-пар болған. Қыздың артынан жасау апарудың мақсаты ата-ананың баласы алдындағы парызын орындау болған. Жасау апарғаннан кейін ата-аналар бір қарызымыздан құтылдық деп айтады. Ертеде ауқатты адамдар киіз үй отауын тігіп берген. Сонымен қатар қыз бала қолданатын барлық затын берген. Киім кешегі, төсек орны, көрпе жастығы, кебеже сандығы. Соның бәрін қыздың анасы, жеңгесі және өз қолымен жасаған. Бұл ол кездегі заттардың құндылығы, ананың көзі, анамның қолының табы, анамның көзінің нұры деп қыз бала келген заттармен мақтанып отыратын. Себебі ол қолмен жасалған өлшеусіз бағалы зат. Қазақта қыздың жасауына міндетті түрде жүк аяқ берген. Оның үстіне құрақ көрпе, көрпеше, жастық сынды жүк жиналады. Әжелеріміз ұзатылатын қызының бағы ашылып, басы құралсын, табысы еселеніп, берекесі артсын деген ырыммен бәріне құрақ тіккен. Қыз жасауына не салуға болмайды? Жалпы жасауға кіретін негізгі заттар ішінде 9 көрпе, 6 жамылғы және 3-4 көрпе бар. Оның ішінде біреуі жастарға арналған махаббат көрпесі, тағы бір 4 көрпе құдағи көрпесі. Одан бөлек төсек орны, сандығы, көрпе тыстары, жастығы, кілемі, орамалдары, ыдыс аяғы бар. Бұл әрине жалпылама тізім. Бүгінде бұл тізімге түрлі тұрмыстық техника қосылған. Беріп жатқан заттардың ішінде суық қару адамның көңіліне кірбің түсіретін заттарды бермейді. Мысалы, пышақ, қайшы, балта деген сияқты ер адам қолданатын заттарды қыздың жасауына қоспайды. Одан бөлек қыздың жасауына қазан салмайды. Қазақ халқы қазанда ырыс пен береке бар деп сенген. Үйімнің ырысы, босағамның берекесі, отбасымның несібесі қазанда болады деп өзгелерге бермеген. Сол секілді ұзатылатын қызға да қазан бермейді. Кей елдер жасауына қазан алып келген келіндерді жақтырмайды. Ол келмей жатып қазанымды билейін деген екен деп жаманға балайды. Пышақтың жүзі өткір, қауіпті зат болғандықтан жаңа құдалардың арасына салқындық салмасын, жас келіннің тілі өткір болмасын деп жаңа құдалар пышақ алғанды ұнатпайды. Пышақ әкелген күннің өзінде сатып алу ырымын жасайды. Қыз жасауын дайындаған кезде әсемділік пен әдемілікке ерекше мән беру керек екенін, алайда бір-бірімен жарысып, үйіп төгіп апарудың қажеті жоқ екенін, әркім жағдайына қарай жасауы керектігін кеңес етеді.